Тараз ауасын ластаудан автокөліктер көш бастап тұр. Өңірде 270 мыңнан астам көлік бар десек, темір тұлпарлардың түтіні құрамындағы улы заттардың мөлшері шамадан жоғары. Әсіресе ескі көліктерден зиян көп дейді мамандар. Бүгін статистика департаменті мен Қазгидромет мамандары таза ауа рейтін өткізді. Экологиялық талапты бұзған жүргізушілерге ескерту жасалды. Облыстық статистика және Қазгидрометтің мәліметінше, ағымдағы жылдың бірінші жартысында Тараз қаласының атмосфералық ауа сапасына мониторинг жүргізілген. Бақылау желісінің деректері бойынша қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланған. Си стандартты индексінің мәні 3,9 және күкіртсутек бойынша 3% көрсеткен. Сол себепті қазір департамент қызметкерлері облыс бойынша таза ауа рейтін жүргізіп жатыр. Көліктерді тоқтатып, арнайы құрылғылар арқылы түтіннің зияндылығын тексеруде. Жамбыл облыстық экология департаментінің сынақтау зертханасы аккредиттелген және өзінің аккредиттеу облысына сәйкес автокөліктерден сынама алынады. Және аккредиттеу облысы бойынша ГОС 1433 2023 стандартқа сәйкес нормада бекітілген. Әр машинаның жылына және типіне байланысты әр өзінің нормасы болады. Бұған дейін таза ауа шарасы Жуалы мен Байзақ аудандарында өткізілген. Жуалы ауданынан 17 автобус тоқтатылса, 9-ның түтіннен улы газ мөлшері нормадан асып кеткен. Ал Байзақ ауданында 3 дерек анықталған. Барлық жүргізушілер ескертулермен ғана құтылған. Мамандар жағдай екінші рет қайталанса, әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынады дейді. Егерде автокөліктерден бірінші рет осындай нормадан тыс анықталғаны байқалса, ескерту беріледі және 10 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл салынады. Ал егерде бір жыл ішінде осындай жағдай тағы да қайталанатын болса, жеке тұлғаларға 20 есептік айлық көрсеткіш айыппұл салынады. Айта кетейік, бұл шара бүгінде жалғасын тапты. 8 автокөлік тоқтатылып, оның 2-інде зиянды газ нормасынан асқан. Оларға ескерту түрінде нұсқама берілді. Қанат Күзберген, Мейрамбек Сағынов, Элдар Түстікбай, 24 News.